жалғастырамыз. Арнай бүгін бізге қонаққа ұстаз, қобызшы, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Мақпал Ахметханқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз, Мақпал ханым. Сондай ерекше аспабыңызбен бүгін біздің студиямызға келіп отыр екенсіз. Қобыз, кімді де болса қобыздың үні баурап алады қашанда. Жанға жақын, жүрекке жететін аспап па? Тылсым аспап қой. Осы аспапқа қызығушылық қайдан пайда болды? Кім жетеледі сізге, сізді? Бұл аспапқа мен 5-ші сыныптан бастап келдім. Ахмет Жұбанов атындағы мектепті бітіргенмін. Өз қалауыңызбен келдіңіз ба? Өз қалауыммен емес, мен негізі домбыра тартып келгем. Сода домбыра сыныбына орын болмағаннан кейін осы қобыз аспабына түстім. Әрістің қайыры бар дейді ғой, бір жүрмей қойған заттан екінші өзіңіздің сүйікті аспабыңызды таптыңыз. Қобызыңыз бір ерекше екен. Көрсетейікші көрерменге? Бұл қобыз өте көнеде жасалған аспап. Бұны Ықылас атындағы мұражайдан үлгісін алып, Ханкелді деген мастерге жасатқан болатын. Сонда енді әрбір қобызшының, бұрынғы қобызшыларды айтамын да, өзіндік аспаптар болған. Сонда сіз қай қобызшының аспабына ұқсатып жасаттыңыз мына қобызыңызды? Бұл қобызшының аты жөні қалмағанда, бірақ бір қазба жұмыстарында табылған аспап. Бірақ белгілі шебердің аты жоқ. Өте көне аспап. Соған қарап, ұқсатып жасатқан аспабым осы. Тамам, маша, керемет екен. Енді домбырадан кейін қобызды үйрену қиын болмады ма? Кішкене қиында болды. Себебі бұл жерде домбыра сияқты перне жоқ. Сосын бұл жерде сіз еңбекпен кішкене аспапқа деген махаббат дейміз ба? Ұнау керек аспап сізге. Себебі бұл аспап өзі көненің көзі ғой. Өте ескі заманның музыкалар болғаннан кейін, мен бала болғаннан кейін кішкентай кезімде кішкене маған қиынырақ болды. Мысалы, бұл аспапта кішкене ересектеу адам тартса, оған өте жеңіл болады үйрену. Себебі ол өзінің ата-бабасының музыкасын тыңдап келатқан адам бұл аспапта тез меңгереді. Үні де қоңырлап, баяу, мұңды қылдыр ойнаған күйлердің барлығын ашатын аспап қой. Жалпы бұны үйрену үшін қанша уақыт керек адамға? Үйрену үшін балаларға мысалы 1-2 жыл бастапқы мелодия, әндерді, күйлерді үйретуге болады. Ал кейін мысалы профессионально үйренетін болса, ол адамға білім шексіз сияқты. Өмір бойы үйренетін аспап дейсіз. Сіз енді бағана айттыңыз, балалар ұзақ үйренеді, ал мысалы ересектер жылдамырақ үйренеді. Сонда ересектерге қанша уақыт керек? Мысалы, 1-2 күйді меңгеріп алды. Маған келіп үйренетін адамдар, музыкант емес адамдар үйренеді. Оларға мен өзімнің методикам бар, цифралық, сондай өзім жасаған методикаммен үйретем. Оларға бір 3-4 айда, мысалы 2-3 ән, бір күй тартуға мүмкіндігі бар. Қобызбен? Мысалы мен карантин кезінде онлайн сабақ бердім, шетелдік азаматтарға қобызды үйреттім. Сол кезде де тез үйренді. Ал қобызда ойнау үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Адамның есту қабілеті жақсы болу керек па? Әлде қандай да бір таланттардың болған шарт емес па? Есту қабілетім, керек, бірақ әр адамның есту қабілеті бар. Бірақ оны адам дамыту керек. Дамытқан сайын ол одан әрі жақсы ойнайтын болады, жақсы еститін болады, өзінің қатесін біліп отыратын болады. Жаңа айтып жатсыз ғой, шетел азаматтарын үйреттім деп. Қай мемлекеттің азаматтары? Техаста, мысалы, ақшта тұратын азаматтар, мен карантин кезінде инстаграмда өте белсенді бола бастадым. Сол кезде маған осылай үйретесіз бе деп осылай ұсыныстар түскеннен кейін. Қазақ болыр әлде? Жоқ, басқа ұлт азаматтары. Қандай қызық. Маша, аспапқа қызығып, осындай бір онлайн болса да үйреніп отыр. Мені қызықтырып отырғаны ақшта жүріп қобызды қайдан тауып алады. Ол кісінің туысқандары Шымкент қаласында тұрады екен. Содан ол кісілерге тапсырыс беріп, сөйтіп алып, содан қобыз үйренген. Не деген ниет, бастысы кез келген затты үйрену үшін, оны көрермен жалпы ниетіміз, ынтамыз болып жатса, одан тоқтау болмайды. Кедергінің бірін жеңіп өтеді. Қазіргі кезде бәрі тез болып отыр ғой. Адамдар шаршайды,
стрессте жүреді. Солны баяулату үшін, өзін тыныштандыру үшін осы қобыз аспабын тыңдап ойнағысы келеді көбісі. Медитация жасайды. Тамаша. Енді таңнан біздің бағдарламаны көріп отыру осы қобыз аспабының үнін тыңдағысы келіп отқан жандар бар ғой. Құрметті көрермен, асықпаңыздар. Дәл қазір біз сюжетқа бөлінеміз. Кейін осы қобыздың да үнін еститін боламыз. Дәл қазір осы әлемдегі танымал жандардың сыңары дейміз бе? Виртуалды сыңары. Осы тақырыпта мінекей бейне сюжетіміз бар. Көрейік. Қымбатты көрермен, қайырлы таң. Қазақстан бағдарламасының бүгінгі қонағы қобызшы ұстаз Мақпал Ахметханқызы. Сұхбатымыз жалғасуда. Мақпал ханым, жалпы сіздің ең бір сүйіп ойнайтын күйлеріңіз қандай қобызда? Маған көбінде бақсылардың күйлерін тартқан ұнайды. Бақсылардың? Иә. Ол қалай? Мысалы, бізге көптеген бақсылардың күйлері жеткен. Сол күйлерді көп сахнаға алып шықпайды қазіргі заманда. Сол күйлер өзіме жақын да. Солар адамның жанын емдейді деп жатады ғой? Өте андай бір түршіктіретін бір денені сондай күйлер. Бір сөзсіз жүрекке жететін әуен деп жатады ғой? Шо бір ерекше қызық. Ал бүгін біздің бағдарламаға қандай қонаққа алып келдіңіз? Мен сіздерге қазір қазақтың халық әндерінен попури жасап берейін. Тамаша, көңіл көтерейік. Ән тыңдай отырыңыздар. Жақсы. Оля, уайымдап кетті ғой. Шіркін, тамаша. Қандай керемет. Бір жалпы қобыз десек болды, бірден бір жаңағындай бір жүрекке асықпайтын, бір баяу. Мен негізі сондай бір әуенді тыңдаймыз деп дайын отырған едім, ал сіз адамдар сондай бір ассоциация қалыптасып қалған, ол мұңды аспап, андай өте сондай қайғылы аспап деп. Негізі олай емес. Бұл өте барлық нәрсеге келетін аспап. Бұда рокта ойнауға болады. Рокта? Бұл аспаппен современный әндерде ойнауға болады. Сондайды ойнайсыз ба? Заманауи әндер қандай қызық. Тамаша. Жалпы енді қобыз деп жатырмыз, современный де барлығына келеді. Және бұл мені ән де айтуға болады? Иә, ән де тартуға. Негізі бұрынғы кезде бұл қобызбен жыр айтқан. Абыздар болған, мысалы, көне аспаптарда елге толғау айтқан, жыр айтқан бұл аспаптар, соның көбісі ұмытылып қалды. Бірақ әлі де жаңғыртып соны жасауға болады. Расымен де сал серілеріміз жүрген кезде жорықта дейді, ауыл аймақта кездескен кезде таңға дейін осы қобызбен жыр арнаған екен. Дұрыс айтасыз. Сіз өзіңіз күнделікті қобызда қанша сағат ойнайсыз, қанша уақыт ойнайсыз? Бұл енді біз спортсмен сияқтымыз ғой. Біз егер аспапты алып күнде шынықпасақ, біздің саусақтарымыз бәрі қата бастайды. Мысалы, маған келетін кейбір адамдардың буындары, саусақтары қатып қалса, ол кісілерге ешкен қобыз үйрену қиындау болады. Сол сияқты күнде мен 2-3 сағаттан дайындаламын. Тамаша. Жалпы қобыздың да өз қолмен ойнаған бір ерекшелікті сырнақтың сыртымен ойнау? Мына жерде етімен. Негізі бұрынғы заманда ішкі саусақтың ішкі етімен тартқан, виолончельдер тартқан, скрипка, сол сияқты. Бірақ ол дәстүр бізде ұмытылып қалды да, оркестр, ансамбль пайда болғаннан кейін техникалық нәрсеге байланысты қолдың етімен тезірек тартуға ыңғайландырып солай өзгерді. Бұл қыл ғой, бұл қыл мүлдем ауырмайды. Мүлдем ауырмайды. Ал егер андай прима қобыз сияқты темірден металдан жасалған аспаптарда олар кәдімгідей ауыратын болады. Тамаша. Сізге көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге, бізде қобыз жайлы айтып беріп, қобыз таныстырып, және де көңіл көтеріп. Қазақ әндерінен попури ойнап келгеніңізге.
еңбегі жемісті болсын, тек сәттілік, шабыт тілейміз. Әмин, рахмет, сіздерге де рахмет. Қымбатты көрермен, ал Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы осымен эфирдегі өз жұмысын аяқтайды. Біз сіздермен енді келесі аптаға дейін қоштасамыз. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін, тек сәттілік, бай қуатты болыңыздар. Ал әрбір шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылып